Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Бүгін мен Лоренс Брек, оны 60-шы жылдардың басында қолданғаннан бастап таныс, тіпті одан ерте пайда болуы да мүмкін барынша классикалық жабдықтар жиынтығын пайдалана отырып, бір әрекет көрсетемін. Ол жоғарыда тұр, сондықтан маған баспалдақты қолдануға тура керек. Мен мұны істегенше бір ескі жазбаны қараңыздар. Мұнда бізде құм құйылған үлкен ыдыс бар. Ол қатты зат сияқты әрекет етеді. Мен оған баптайтын 2 допты салып қойдым. Олар өте ауыр шарлар. Және сіздер қазір көретіндеріңіздей, бұл өте қатты, бірақ біз оған ауа қосамыз. Таңғажайып нәрселер орын алып жатыр. Енді қараңыздар. Егер бұны Сахара шөлінің құмымен қайталайтын болсақ, онда сіздер онымен қайықтарда жүзе аласыздар. Егер біз Сахараның құмына жеткілікті ауа ағынын қамтамасыз ете алсақ, онда біз олар арқылы Мэри патшайымы лайнермен жүзе алатын едік. Яғни бізде жүк тиелген түйелердің орнына нағыз шөл кемелері болатын еді. Міне ол. Бұл қайнаған қабат деп аталады. Және көріп тұрғандарыңыздай бұл бар болғаны өте майда құмның бірнеше килограммы бар шағын науа. Көрсетілімді қайталау үшін тағы бір нәрсені жасауым тиіс. Яғни аздап ауа қосу керек. Сондықтан мен әлі көрсетуге дайын емеспін. Тағы біраз жұмыс істеуім қажет. Сонымен бәрі орнатылды. Біраз жинастырып алайын. Мұнан алып тастау керек, ештеңеге алаңдамаған абзал. Енді мен қысылған ауаны балоннан құм арқылы төменнен жоғарыға қарай өткізем. Шүмекті ашамыз. Көріп тұрғандарыңыздай ауа дереу құмды қанықтырады. Құм шамалы көтерілді. Бірақ одан басқа бір қызықты нәрсе орын алуда. Ол сұйықтыққа айналып жатқандай. Онда толқындар бар. Бұл процесс жалған сұйылту деп аталады. Құм сұйықтық сияқты әрекет етеді. Онда заттар жүзе алады. Бұл өте қызықты. Сіз тоғанның бетіндегідей дірілдің таралғанын көре аласыз. Тамаша. Біз мұнда бірнеше үйректі отырғызайық, олардың қалай жүзетінін қараңыздар. Рас, олар аударылуда. Енді қайық, барлығы араласуда. Сонымен бұл жерде не болып жатыр? Ауа құмның ішіне кіру барысында. Ол құмның барлық түйірлері арасынан өтеді. Ал құм ауамен бір массаны құрайды. Және ауа құмды майлайды. Енді құмды бөлшектер бір-біріне жанаспай, бір-бірінің үстінен бірі ағып кетуі мүмкін. Барлық салмақ екі құрамды сұйықтық сияқты әрекет етеді. Қайық аударылған сұйықтыққа ұқсайды. Мен ойыншықтардың барлығы су өткізбейтін деп ойламаймын. Қазір қайық құмға толы. Құмды ауамен байыта отырып, қайнаған қабатты алған біздің тәсілімізді қатты затты балқытумен және оны сұйықтыққа айналдырумен жиі салыстырады. Менің ойымша бұл өте аз ұқсастық. Енді шүмекті жауып тастайым. Құм қалыпты күйінде қатты денеге ұқсамайды. Ол құмнан басқа ештеңеге ұқсамайды, сондықтан ұқсастықпен абай болған жөн. Сонымен, біз осымен аяқтаймыз. Дегенмен, бұл мені қызықтырады. Сондықтан, мен ауаны қайтадан қосатын шығарым.
Мен қайығымды қанша уақыт жүзу үстінде ұстай алатынымды қараңыздар. Астматиктер үшін өте жақсы емес. Осылайша бұл сұйықтық сияқты әрекет ететін өзіндік қатты дене. Видео халық қайырымдылық қоры қолдауымен аударылып дыбысталған.